Баршаңызға сәлем алейкум. Бүгін біз өте нәзік, жұмсақ және өте дәмді сүзбелі чизкейк дайындаймыз. Керекті ингредиенттің барлығын видеоның астынан табасыздар. Ұнымыздың үстіне қант ұнтағын, жұмыртқаны жарамыз және сары майымызды алдын ала ертіп алып, ұнымызға қосамыз да қамыр илейміз. Оригинал рецептте чизкейкке Филадельфия ірімшігін қолданады. Ол ірімшік өте қымбат, сондықтан біз сүзбе қолданамыз ірімшіктің орнына. Сүзбемен де өте дәмді болып шығады. Қамырымыз дайын болды. Менің формам 22 сантиметр диаметрі, 20 сантиметрде алсаңыз болады. Қолымызбен осылай қамырды біркелкі қылдырып жайып аламыз форманың бетіне. Жан жағынан бортики жасаймыз және үстін осылай стакан арқылы тегістеп аламыз. Шаңғышпен қамырдың үстін тесеміз. Сонда қамырымыз жақсы піседі және көтеріліп кетпейді. Енді осы қамырымызды 15 минутқа 80 градусқа духовкаға салып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Сүзбеге қант ұнтағын саламыз, жұмыртқаларымызды жарамыз және қаймақты қосып, қасықпен немесе венчик арқылы жақсылап бірыңғай масса болғанша дейін араластырамыз. Және ванилин қосуды ұмытып кетпеңіз. Салмамызды жақсылап бірыңғай масса болғанша дейін араластырамыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін духовкадан шығарып, үстіне салмамызды құямыз да қайтадан духовкаға салып қоямыз. 170 градуста 50 минуттай ұстаймыз. Сүзбелі чизкейк дайын болды. Бөлме температурасында толығымен суытып алдым. Содан кейін холодильникке 2-3 сағатқа салып қойсаңыз болады. Толық суығаннан кейін ғана формасынан шығарамыз. Астарыңыз дәмді болсын.